Prime Minister set out plans for some businesses to reopen in England. За сутки в Москве умер 51 человек. 2 weeks ago, we were seeing thousands of new cases every day. COVID-19 коронавирусны жұқтыру дерегі азаймай тұр. COVID-19 қаупі сейілген жоқ. Тіпті карантин режимі жеңілдетілген кей елдерде індет қайта өршіп барады. Қазір әлемде коронавирус жұқтырғандардың саны 6 миллионға жетті. Және бұл көрсеткіш күннен күнге ұлғаюда. Елімізде шектеу шаралары жұмсарда. Дегенмен, арқаны кең салып босаңсуға болмайды. Мен осы COVID-19 індетін жұқтырып алдым. Ол індетті қайда жұқтырғанымды білмеймін, бірақ сіздер абай болыңыздар. Бұл індетке сенбестікке болмайды. Сеніңіздер, үйде болыңыздар. Сарапшылар пандемияның екінші толқынның басталуы мүмкін екенін ескертеді. Жауапкершілікті сезін, індетті тоқтат.